Сәлем достар, сіздермен бірге Кинофан арнасы. Бүгінгі видеода 2018 жылы шыққан Дело фильміне қысқаша шолу жасайтын боламыз. Егер дайын болсаңыздар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Кешкі жүгірістен кейін Нита өзінің үйіне келіп жаңа жұмысына дайындалады. Көлік кептелісінің кесірінен Нита өзінің сабағына кешігеді. Нита жасөспірімдерге дш сабағын өтетін еді. Ол балаларға өздерін жақынырақ таныстыруын сұрайды. Барлығы өздерінің аттарын атап, хоббиларын айтып жатады. Сонымен қоса Нита өзінде таныстырады. Бір кезек Маркус есімді жігітке келеді. Жігіт өзінің бананы үлкен екенін айтады. Ұялып кеткен Нита таныстыруды доғаруын сұрайды. Бірақ оқушылар мұғалімдері жайлы ақпарат білгісі келеді. Мұғалім бұрындары сурет сабағынан бергенін айтады. Үйіне келген кезде Нита өзінің күйеуі Хесемен және екі қызымен күйеуінің туылған күнін тойлайды. Түнге қарай Нита өзіне қарап әсемденеді. Сонымен қоса өзінің күйеуіне махаббатпен айналысу үшін қырындайды. Бірақ күйеуінің жұмысы болып Нита ұйықтап қалады. Келесі күні оның өмірі әдеттегідей өтеді. Кешке қарай әйел душ қабылдап болған соң есікті біреу қағып тұрған естиді. Есікті ашқан кезде ол әдемі раушан гүлдерін көреді. Оның жанында хат болады. Хатында оқушысы оған деген сезімін білдірген. Келесі күні әйел сабағында Маркусқа қарап жүреді. Ол жайлы көптеген мәліметтерді өзінің коллегасынан сұрап алады. Олар әңгімелесіп келе жатқан кезде екі оқушының төбелесіп жатқанын көреді. Мұғалімдер екеуін ажыратып тастайды. Нита Маркусты директордың кабинетіне апармақшы. Бірақ ол жігітті директорге апармай, киінетін жерге апарып оның жарасын тамады. Әйел кішкентай кезінде ауырғанын айтады. Сонымен қоса оның желкесіне 3 темірді жалғап қойғаны белгілі болады. Маркус темірді ұстау үшін әйелдің желкесін ұстайды. Екеуі махаббатқа беріліп бір-бірін сүймекші болады. Бірақ киінетін жерге адамдар кіріп оларды бөліп тастайды. Мұғалімдер бөлмесінде отырған кезде Нита интернетке кіріп отырады. Маркустың аккаунтын тауып алып оның суретін көріп шығады. Ол Маркустан болған жағдайдың бәрін ұмытуын сұрайды. Жауап ретінде Маркус мұғалімге өзінің мүшесінің суретін жібереді. Нита болса бұған қатты күледі. Қасында отырған коллегасы не үшін күліп отырсың деп сұраған кезде ол жауап қайтармайды. Нита жалғыз қалған кезде Маркустың жіберген суретін көріп отырады. Нитаның ойына жаман ойлар келе бастайды. Үйіне келген кезде Нита өзінің күйеуі командировкадан келгенін байқайды. Кіреберісте ақ раушан гүлдер тұрады, бірақ оны күйеуі сыйламаған еді. Нита күйеуіне гүлдердің ішінде ешқандай хат болмады деп өтірік алдайды. Келесі күні мектепке Маркус ата-анасымен бірге келеді. Олар мұғалімнен кеше болған төбелес жайлы сұрамақшы. Нита болса өзінің құрбысын танып қояды. Ол екеуі сурет пәніне қатысқан. Сөйлесіп отырған кезде Нита Маркусты қатты жазалауы мүмкін екенін айтады. Сонымен қоса оқушылармен бірге Берлин қаласына барамайтынын айтады. Жігіт аяқ киімін шешіп аяғын мұғалімнің аяғына тигізеді. Нита қорқып аяғын тартып қалады. Бірнеше уақыт өткеннен кейін Нита өзінің аяғын сипалауға рұқсат береді. Маркус өзінің аяғын төбеге қарай көтеріп әйелдің жыныс мүшесіне тиеді. Сезімге қатты беріліп кеткен Нита жиналысты тоқтатады. Үйіне қайтпақшы болған Нита көлігіне қарай барады, бірақ оның артынан біреу аңдып жүргендей сезім болады. Ол ештеңе болмас деп көлікке отырады, бірақ оның жанына Маркус келіп отырады. Оқушы өз мұғаліміне қырындай бастайды. Нита болса жас жігіттің алдында өзін ұстай алмай махаббатпен айналысады. Бүкіл істі жасап болғаннан кейін оқушы өзінің үйіне қайтып кетеді. Нита түн бойы өзінің оқушысы Маркус жайлы ойлап отырады. Түнде Нита өзінің күйеуіне көңіл бөлмейді. Сонымен қоса Маркуспен қайтадан махаббатпен айналысқысы келіп тұрады. Мектепте мұғалім үнемі оқушысына қарап жүреді. Оның душқа түскен, сонымен қоса баскетбол ойнағанын көреді. Нита үнемі оқушысына хат жазады. Бірақ Маркус оған көп көңіл бөлмей, азғантай ғана хат жазып жүреді. Оның аккаунтынан басқа да бейне роликтерді көрген кезде басқа да қыздармен көңіл көтеріп жүргенін көреді. Нита Маркустың үйіне келмекші болады. Оның ата-аналары Нитаны жақсы қарсы алады. Нита баланың үйіне қарай кіреді. Нитаның анасы өзінің құрбыларымен бірге сауық кешін жасап жатыр екен. Ол Нитаға да сауық кешіне қосылуын сұрайды. Мектептен келген оқушы Нитаның оның үйінде отқанына арза болмайды. Жігіт душқа түсуге барады, ал Нита болса оның соңынан ереді. Нита да душқа кіріп екеуі бірге махаббатпен айналысады. Нита қайтадан оқушысына хат жазып отырады, бірақ Маркус онымен бірге сөйлескісі келмейді. Сонымен қоса ол мектепке ауырып қалғандықтан келмейді. Нита өзінің күйеуімен бірге оның коллегаларымен кездесу үшін кетеді. Әйел үнемі телефонына қарап отырады, сондықтан оның күйеуі күдіктене бастайды. Нита Маркусқа алаңдап отырады, себебі ол ұзақ уақыт бойы жауап қайтармаған еді. Кездесуден шығып Нита оқушысына қарай барады. Соңында Маркустың ауырмағандығы, сонымен қоса тренировкаға кеткені белгілі болады. Нита мектеп жаққа қарай барады.
Бірақ оқушы өзінің достарымен бірге барға кетіп қалған болып шығады. Оқушыны тапқан кезде мұғалім оны өзінің көлігіне қарай шақырады. Маркус оған екеуі бірге бола алмайтындығын, сонымен қоса Нитаның кәрі екендігін айтады. Сонымен қоса Маркустың Мина есімді қызбен кездесіп жүргені белгілі болады. Ештеңе болмағандай Нита оқушысын жібере салады. Кейінірек ол күйеуіне қайтадан келеді. Бүкіл демалыс күндері бойы ол жылап шығады. Депрессияға түсіп Нита Маркусты ешкімге бергісі келмейтінін түсінеді. Тышы сабағынан беріп жатқан кезде Нита көзін Мина есімді қыздан алмайды. Ол Минаның жас, сонымен қоса көрікті екенін байқайды. Ал өзі болса қартайған мұғалім еді. Бірақ та Нита ешқашан берілгісі келмейді. Киінетін жерге барған кезде ол Минаның телефонын тауып алады. Қыздың телефоны ашып болғаннан кейін ол суреттерін көріп жатқан кезде қыздың ұятсыз суретін байқайды. Мұғалім Минаның ұятсыз суретін интернетке жүктеп жібереді. Осылайша ол Маркус пен Минаның арасына от салмақшы болады. Кейінірек ол жылап тұрған Минаға барып оны жұбатады. Келесі күні Нита Маркустың анасын шығарып салады. Маркустың анасы ұлы жақсы қыз тапты деп ойлайды. Бірақ мұғалім Минаның ол айтқандай жақсы қыз емес екенін баяндайды. Кешке қарай Нита Маркустың үйіне тығылып барады. Сонымен қоса ол жерден Минаны байқайды. Мұғалім қатты жынданып арақ ішіп депрессияға түсіп кетеді. Бірнеше күн өткеннен кейін Нита Маркустың жаттығуларына барады. Жігіт мұғаліммен сөйлескісі келмейді. Бірақ Нита оған бірнеше минутын бөлуін сұрайды. Көлікте Нита өзінің екі қабат екенін айтады. Ол баланың әкесі Маркус еді. Жігіт таңғалып жылай бастайды. Ал мұғалім болса оны тыныштандыруға тырысады. Осы сәтті пайдаланып, мұғалім Маркуспен бірге махаббатпен айналысады. Нита екеуінің арасындағы сырды ешкімге айтпауын уәде етеді. Дүкенде Нита көйлек таңдап оны төлеуге барады. Сол жерде қайтадан өзінің коллегасын көреді. Коллегасы мұғалімдердің біреуінің оқушылармен махаббатпен айналысып жүргенін айтады. Нита өзі жайлы айтып тұрғанын біліп, дүкеннен тезірек шығып кетеді. Ол Маркуспен бірге сөйлескісі келеді, бірақ жігіт оған көңіл бөлмейді. Бір күнді Нита өзінің көлігінен ұятсыз жазуды көреді. Нита кешке қарай жүгіріп болғаннан кейін үйіне қарай қайтады. Үйінде ол өзінің баласының суретін тауып алады. Шын мәнінде оның күйеуі Хасе Нитаның оқушылармен бірге махаббатпен айналысып жүргенін білетін еді. Есікті біреу қағады. Нита есікті ашқан кезде Маркустың анасын көреді. Маркустың анасы бүкіл жағдайды біліп қойған. Сонымен қоса Нитадан оның баласымен ендігәрі сөйлеспеуін сұрайды. Нита орманға қарай қашып, оның құсқысы келеді. Нита үйіне қайта алмайды, сол себепті қонақ үйде 1-2 күн тұруды шешеді. Үйге келген кезде Нита қоңырауды басады, бірақ есікті ешкім ашпайды. Үйдің есігінің орнына гараждың есігі ашылады. Ол жерде Нитаның бүкіл заттары жиналып тұр екен. Мұғалім мектепке барған кезде ол жерден де өзінің заттарын жинай бастайды. Басқа мұғалімдердің бәрі оның оқиғасын білетін еді. Мектеп директоры де оны жұмыстан қуып жібереді. Нита жылап коллегаларымен бірге ұрысып жатады. Кейін ол терезеден өзінің күйеуінің көлігін көреді. Күйеуіне қарай жүгіріп бара жатқан кезде көліктің ішіне Маркус түскен көреді. Шын мәнінде екеуінің арасындағы құпияны Маркус айтқан болып шығады. Өйткені Маркус мектептен қолғысы келмеген еді. Нита қорап өзінің заттарымен бірге далада қалады. Осымен фильм аяқталады. Достар, фильм жайлы пікірлеріңізді комментарияға жазып кетіңіздер. Сонымен қоса арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Кинофан арнасы, барлықтарыңызға сау болыңыздар.